Баршаңызға сәлем. Біздер бүгін баланың дамуындағы физикалық дамудың жалпы маңыздылығын айтамыз. Бұл жерде 0-ден бастап 99 жасқа дейінгі аралықтағы адамдардың барлығына қатысты. Тек қана 0 мен 2 жас аралығы емес, менің қазір Инстаграмда часто айтып жүрген. Бұл жерде мектепке дейінгі балалардың жасы, мектеп жасындағы балалар, әсіресе подросток балаларға, ересек адамдарға маңызды видео болмақ. Сіздер байқасаңыздар, тіл дамуында проблемасы бар балалардың барлығында физикалық дамуымен проблема бар. Кейде ата-аналар айтып жатады, жоқ, спорттан, движениедан кенде қалып жатқан жоқ, ол дейтін активный, гиперактивный, даже постоянно жүгіріп жүреді, там отырмайды ол деген бізде жыбырлақ бала деп. Бұл жерде өкінішке орай ол туралы емес. Гиперактивностьтің өзі де сенсорикалық тұрғыдағы балалардың қандай да бір бағытындағы пробелдерге қатысты, әсіресе соның ішінде вестибулярлы жүйе мен проприоцепциялық жүйенің ішіндегі пробелдерге байланысты болуы мүмкін. Егер балаңыз гипербелсенді болып жыбырлақ болатын болса, бұл физикалық тұрғыда керемет дамығанның көрсеткіші емес. Түрлі задержкасы бар балалардың барлығында нейропсихология бағытында арнайы тапсырмаларды берген кезде балалардың істей алмай жатқандығы. Мысалға, қандай да бір нәрсенің үстіне оң аяқпен тұрып, сол қолмен ал, тағы да басқа деген сияқты ойлау қабілетімен бірге қатар жүретін нәрселерді жасай алмай жатады. Және де ол балалар екі аяқтап бірге секіре алмай жатады, бір аяғында балансты ұстап тұра алмай жатады. Жалпы баланспен проблема бар, дене тепе-теңдігін ұстай алмайды. Сондай сияқты проблемалар кәдімгідей айқын анықталып жатады. Допты лақтырсаң, резко қағып ала алмайды, немесе бір координация глаз-рука дамымаған, арнайы бір шеңберге бір нәрсеге, немесе баскетбольный стойкаға допты лақтыр десең, лақтыра алмай жатады. На уровне глаз жұмыс жасай алады да, сәл көтерсең жаңағыдай теряется балаларда. Және де біздер орталығымызда балалардың жан-жақты дамуы бойынша интеллект тұрғысынан, физикалық тұрғысынан диагностика жасаған кезде балалардың көпшілігінде, басым көпшілігінде осы физикалық тұрғыда даму өте төмен болып жатады. Соның ішінде именно баланс тұрғысынан, дене тепе-теңдігі тұрғысынан проблемалар көп болады. Балалар өз денесін дұрыс сезіне алмайды, өз денелерін дұрыс игере алмайды, арнайы тапсырмаларды орындай алмай жатады, координация глаз-рука дұрыс емес жасайды, бір нәрсеге түсе алмайды. Сондықтан мен әрбір отбасыда қандай физикалық құрылғылар үйде болу керек? Болашақта сабақта проблема болмас үшін ол жерде усидчивость бар, концентрация внимания бар, концентрация глаз-рука бар, дальний ближний зрениеға көз тоқтатуы бар, ол ойлау қабілетіне, есте сақтау қабілетіне, баланың интеллект тұрғысына дамуына барлығына тікелей әсер етеді. Өйткені спорт дегеніміз, мына машинаны қыздырып жүрген кезде біз бірінші моторын қыздырамыз ғой, машинаны қыздырмай біз жүріп кете алмаймыз, солай ма? Сондықтан физикалық қозғалыс, физикалық даму бұл мозжечковая стимуляция болып саналады. Біздің мына адамның денесінің моторын қыздыру, яғни ол физикалық қозғалыс, әртүрлі дамуымыз физикалық бағытта. Біз машинаны қыздырғандай бізді де қыздырады. Яғни әрбір біздің жүйемізді, миымызды барлығын іске қосады. Яғни бұл тақырыпты тереңірек зерттей беруге болады, бұл туралы толығырақ айта беруге болады. Менің супермама курсымда бұлардың барлық бағыттарын, әрбір бағытын қалай дамыту керек, оларға қандай ойындар ойнау керек, барлығын мен айтқан болатынмын. Және де 0 мен 2 жас аралығында алла бұйырса менің курсым шығайын деп жатыр. Ол жерге де именно уже 2 жаста балалардан проблема анықтап, соны корректировка жасамайсыз, сіз 0-ден бастап 2 жасқа дейін уже ешқандай проблема болмайтындай қылып дамытып шығара алатындай деңгейге жеткізесіз. Сондықтан мен сіздерге қазір осы бағытта балаларды қалай дамыту керек және үйде ең басты қандай құрылғылар болу керек, сол туралы айтатын боламын. Артыма барлығын жинақтап қойдым. Және де мен баламмен үйде қандай тренировкалар жасаймын, соның барлығында қысқаша сіздерге көрсететін боламын. Соңына дейін тыңдаңыздар. Соның ішінде ұл балаларда, қыз балаларға қарағанда организмі да, миының потребностьтары да басқашалау болады. Балаларға көбінесе, ұл балаларға, жалпы адамның бәріне физикалық қозғалыс керек. Соның ішінде ұл балаларға да аса көп мән беріңіздер. Балаларға түрлі үйде физикалық тұрғыда жаттығуларды жасатып отыру керексіздер, әртүрлі нейро ойындар ойнатып отыру керексіздер. Балаңыз гипербелсенді балаға жататын болса, яғни гиперактивный бала болатын болса, онда міндетті түрде осы физикалық бағытқа көп көңіл бөлу керексіздер. Және де гиперактивный балалары бар ата-аналарға керемет лайфхак айтқым келеді. Фитболмен
үй жұмысын жасай алмайтын болса, отырып концентрация внимание жасай алмайтын болса, пожалуйста, партаның алдына фитболға баланы отырғызып қойып жұмыс жасасаңыздар болады. Аяғы баланың 90 градуста тұру керек, останкасы дұрыс тұру керек, және де бала сол доптан құлап кетпеу, балансын, өзінің денесін игере отырып жұмыс жасайтын болады. Енді постоянно деп айтпаймын, бірақ арасында, мысалға бір сабағын ол стульчикте отырып оқыса, келесі сабағын оқығанша фитболға отырыңыз, сөйтіп чередовать етіп тұрыңыз. Балаға бір жағынан қызық болады, интересно болады, және де бала өзінің денесін концентрация жасап отыруына, балансын сақтап отыруына көмектеседі. Гипербелсенді балалар всегда солай бір нәрсені істеп емес, бірнеше қатар нәрселерді жасап отырғанда кішкене милары жақсы стимул алады. Сондықтан осындай лайфхакты да қолданып көрсеңіз болады. Подросток балаларыңыз болатын болса, олар постоянно сутулый болып жүреді, постоянно жаңағы арқаларын тіке ұстамайды, сосын постоянно телефон, яғни мына зонасына көп күш түседі балалардың. Сондықтан оларға көбінесе баскетбол ойнауға мен кеңес берер едім. Үйде міндетті түрде шведская стенка болған жақсы, балалардың денесін созу керек болады. Мектепте постоянно отырады, үйге келіп телефон алдында отырады, олар сколиоз жасап алады. 1 жаста балаларыңыз болатын болса, одан да жоғары жаста балаларыңыз болатын болса, баскетбольный корзина жасап қойсаңыздар болады. Оны бір заттан жасайсыз ба, арнайы сатып аласыз ба? Кольцоның өзі сатылады, жарға, стенаға, есікке клеймен отырғызсаңыздар болады. Немесе арнайы стойканы алсаңыздар болады, растущий баскетбольный стойка. 1 жастағы балаға да қолдансаңыздар болады, жасы бой өскен сайын қолдана бересіздер. Және де 1 жастан бастап 3 жастағы балаларға егер баскетбольный корзинаны қолданатын болсаңыздар, ол бірінші тренировка кезінде на уровне глаз тұру керек, балаға салуға ыңғайлы болып. Бала әбден соған үйреніп алғаннан кейін барып, уже кішкене басының деңгейіне дейін өсіресіз, яғни бала көзін көтеріп барып салу керек болатын болады. Оның барлығы координацияға өте керемет пайдалы, координация глаз рукаға өте пайдалы. Подросток балаларға бұндай ойындарды ойнат дейтінім, өйткені біздің балаларымыздың көпшілігі қазір телефонға, планшетке қадалып отырады, теледидарға қадалып отырады. Мына біздің көзіміздің көру функциясы қалай жұмыс жасайды? Постоянно біз жақын жерден сотканы қараймыз ғой, соткамен арақашықтағы жақындық, бұл біздің көзіміздің жақын жерге фокусироваться еткенде көзіміздің жаңағы жиырылады, фокусы. Яғни баланың көзі постоянно ұзақ уақыт өйстіп қарап отқаннан кейін, яғни көздің мышцалары қатып қалады солай. Содан кейін біз алысқа қараған кезде мышца расслабляется. Яғни дальний ближний зрение осылай жиі зарядка жасап балалардың глазодвигательный упражнениялар жасалмайтын болса, онда баланың алыстан көру қабілеті азая бастайды, төмендей бастайды. 3-4 партада отырып, бала уже көрмей бастайды. Сондықтан глазодвигательный упражнениялар көп болу керек. Соның бірі жаңа баскетбольный мячик. Ол бір жағынан осанкаға жақсы, постоянно бүйтіп бүкірейіп сотқа қарап отыратын балаларға мына жеріне нагрузка түседі, острихондроз болады, сколиоз болады. Сондықтан баскетбол ойыны міндетті түрде үйде болғаны жақсы. Одан кейін теннисный ракеткамен ойнасаңыздар болады, немесе кез келген мягкий игрушканы лақтырып, бала қолмен қақса болады. Сіз уже қазір оны қалай түрлендіруге болатынын айтайын. Мысалға, сіз допты лақтырдыңыз, оң қолмен қағып ал, сол қолмен қағып ал, оң қолмен, яғни балаға лақтырып тұрасыз, оң қол, сол қол дейсіз. Балада уже оң мен сол қай жақ екенін уже ойланып жатады. Бұл бір жағынан нейро ойындардың біріне жатады. Яғни сіз допты лақтырған бойда уже бала сіздің есту жүйесі де дамып жатыр. Түсіндіңіз бе? Қай жағын екен анализировать етіп жатыр. И шапшаңмен сол қол, оң қол десеңіз оң қолын, сол қол десеңіз сол қолын алып шығып үлгеру керек бала. Және де бұл түрлі доптармен ойнасаңыздар болады. Қызыл, жасыл, яғни сіз 2 допты бір қатар лақтырасыз да, қызыл дейсіз да, мысалы, бір қызыл, бір жасыл допты лақтырасыз да, қызыл дейсіз. Бала уже көрді, келе жатқан қызыл екенін анықтады да, яғни жасыл допты емес, ол қызыл допты қағу керек деген сияқты осындай қылып түрлендіріп ойнатсаңыздар болады. Бұл өте керемет, баланың түс жаттау кезінде, баланың оң-сол ұғымын үйреніп жатқан кезде, және де глазодвигательный жаттығулар болып саналады. Яғни көзі алыстан, сіз енді расстояние алыстан отырып лақтырасыз ғой. Сондықтан балаға алыс жақынға көзін фокусировать етуге көмектеседі. Бұл глазодвигательный упражнениеға жатады, нейро ойынға жатады. Және көз дәрігерлеріне барған күннің өзінде зрениесі нашар адамдарға всегда көзге жаттығу жасау керек туралы айтып отырады. Сондай сияқты ойындарды көбірек ойнап тұрсаңыздар,
Тіпті балаңыздың көзі жақсы көрсе де осындай ойындар өте жақсы пайдалы болады. Өйткені барлық бала қазір планшет пен телефон қарайды, қаратпайын десең де қарайды. Сабақта оқитын, мектепте оқитын балалар тоже қарайды. Өйткені сабақтарын оқу керек, күнделіктен үй жұмысын қарау. 1 жастан бастап та бұл балаларға осындай ойындарды ойнатып тұрсаңыздар болады, жеңілдетіп. Оны мысалға кішкентай допты жерге қойып, хоккейный жаңағы таяқшалармен, любой таяқшалармен бүйтіп соққызып ойнатуға болады. Және де диагностика барысында тағы да мен қандай проблемаларды байқаймын балалардан, олар бір аяғында тұра алады, оң аяғында тұра алатын болса, сол аяғында тұра алмайды, бір аяғын көтеріп, немесе оң аяғымен секіре алса, сол аяғымен секіре алмайды. Бір нәрсеге дәлдеп тигізе алмайды. Лақтырса, кері қағып ала алмайды. Яғни біз әртүрлі сенсорный мешочектарды береміз, осылай на уровне глаз или жаңа өзінің басынан жоғарыға лақтыруға айтамыз, және соны бала кері қағып алу керек. Ол лақтырып жіберсе, уже ориентир жоқ, координация глаз, рука жоқ. Түсіндіңіз ба? Қандай жастағы балаларыңыз болсын, болмасын, егер сіз балаларыңызды дамытуға инвестиция жасағыңыз келетін болса, қандай да бір ойыншық алып бергіңіз келетін болса, міндетті түрде ең бірінші спорттық атрибуттар алыңыз үйге, спорттық инвентарь алыңыз, міндетті түрде. Өйткені бала өзінің денесімен жұмыс жасай алмайтын болса, өзінің денесін игере алмайтын болса, координация движений жоқ болса, онда балаңызда ертең түрлі проблемалар шығатын болады. Оның барлығы осы мидан айтып тұрмын. Сондықтан миды дамыту, денесімен физикалық тұрғыда ешқандай бағытта дамытпайтын болсаңыз, онда сіздің әртүрлі курстарға, репетиторға беріп жатқандығыңыз, математика курсы, английский курсы, неше түрліге жазып тастағаныңыздың ешқандай да пайдасы болмайды. Ол сіздің балаңыздың нейродинамикасына, миына, жүйке жүйесіне жасап жатқан нагрузкаңыз. Ол нагрузкалар көп болған сайын балаңызда түрлі невроздар шығуы мүмкін, переутомляемость болады, раздражение, агрессия, аутоагрессияға айналып кетуі мүмкін, ұйқысы нашарлап кетуі мүмкін. Айтарлықтай сіз оған үлкен зиян тигізесіз. Сондықтан түрлі репетиторға анда-мында жазғыңыз келетін болса да, ең бірінші балаңызға физикалық тұрғыда бірінші түрде инвестиция жасаңыз. Және де курстарға жазып тастайды. Ата-аналар кілең қарап отырсаң, английский, математика, анау-мынауға жазады, бірақ музыкаға жазады, шахматыға жазады, тағы басқаға жазады, умственныйға сала береді, бағыт дамуға инвестицияны, бірақ физикалық тұрғыда жасамайды. Бала сол мектепке барып отырады, одан шығып кружокқа барып отырады, тағы басқа саусақтармен қимылдатып келеді, жақсы. Барлық нагрузка, как всегда, миға, нейродинамикаға болып жатыр. Міндетті түрде баланың дамуында түрлі кружоктарға жазсаңыз, бір денесінің қозғалтатын какой-то бір физикалық дамуға көңіл бөлгеніңіз жақсы. Сондай қандай да бір спорт болу керек. Мейлі ол волейбол болсын, мейлі ол баскетбол ма, футбол ма, өзіңіз қараңыз, балаңыздың ұнатқанына қараңыз. Ал егер ондайда ештеңеге барғысы келмейтін болса, ондайға мүмкіндік жоқ болса, пожалуйста, үйдегі қажетті атрибуттарды алыңыз, балаңыздың күнделікті сонымен заниматься етуін қадағалап отырыңыз. Өйткені физикалық даму болмайтын болса, балада мектепте үлгерімі нашарлайды, балаңыздың қорыту жүйесі нашарлайды, ақпараттарды қабылдау каналдарының жұмысы төмендейді. Ол естіп жатқан, көріп жатқан ақпараттарын, сабақтағы қабылдап жатқан ақпараттарды қорыта алмайды. Оның нейродинамикасы слабый болады, жүйке жүйесі нашар болады, координациясы нашар болады, зейіні тұрақсыз болады, есте сақтау қабілеті нашарлайды, көру жүйесі нашарлайды. Айта берсе өте көп. Сондықтан просто менің айтқанымды тыңдап, спорттық дамуына көбірек назар аударыңыздар. Сонымен бала дамуында не болу керек? Үлкен фитбол болу керек. Фитбол ол кішкентай балаға вестибулярный аппаратын дамытуға көмектеседі. Үлкен балаларға да көмектеседі. Оның үстінде отыруға болады, отырып сабақ оқуға болады. Және де ішімен бетіп асылып жатып, балаларға шейно-воротниковый зонасын расслаблять етуге де болады. Гиперактивный балаларға жаңағыдай ойнауға болады секіріп. Онымен бүйтіп домалатып та ойнауға болады, глаз фокус ретінде, дальний ближний зрениеға. Менің супермама курсында да фитболмен жаттығулар бар, түрлі ойындар бар, және сонымен умственный нейро ойындар, яғни мимен физикалық дамудың қозғалыстарды қалай бір-бірімен ұштастырып отырып дамытуға болатындығы ақпарат, сол туралы ақпарат тоже бар. Тағы да негізі ең бірінші орында шведская стенка.
балаңызда үйде міндетті түрде шведская стенка болу керек, возрастына сай. Егер сізде 5-6 жасқа дейінгі бала болатын болса, кішкентай өзі спорт комплекс алсаңыздар болады. Менің инстаграм парақшамда да бар. Енді біздегі 0-ден бастап балаға ориентировочно болғаннан кейін бізде кішкентай басқашалау түрі. Мен бірақ ертең балам 3-тен кейін мен оны өзгертемін, басқасын алатын боламын. Мынандай түрлерін алсаңыздар болады, мен экранға шығарып жатырмын. Ал сізде 6-7 жастан жоғары бала болатын болса, настенный шведская стенка алсаңыздар болады. Міндетті түрде кольца болу керек, турник көтерілетін, тартылу керек бала, жүру керек. Және де мен диагностикада байқайтын балалар пространственная ориентация жоқ. Оңға жүр, солға жүр, алға, артқа 2 қадам, оңға 3 қадам, солға 4 қадам деген сияқты нәрселерді тапсырма берген кезде қатты теряется. Оңға қайсы, солға қайсы, артқа қалай жүрем, алға қарай жүрем. Осындай упражненияларды мен 3 жастан бастап балаларға ойнататын едім. Балансын дамытатын осындай подушкалар болса болады. Бұның бір жағында осындай тікенекшелер бар, бір жағы тегістеу. Осындай құрылғыны қалай таңдаймыз? Бұл мына жағы қатты емес, тікенектері пластмасса сияқты емес, жұмсақ болу керек. Әртүрлі болады, балалардың гиперчувствительный болады, тактильді гиперчувствительный балалар бұл жағында тұруға жақтырмауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші тұрып үйренген кезде осы жағына үйретсеңіздер болады. Бұл жерге баланы 2 аяқпен тұруға сыю керек диаметріне. 2 аяқпен бала тұрады, құлап қалмау керек, яғни равновесиесін ұстап үйренеді. Содан кейін барып мына тікенек жақтарына тұрғызсаңыздар болады. Одан кейін осының үстіне тұрып үйреніп алғаннан кейін 3-4 жастарында уже 2 аяқпен бірдей тұрып үйреніп алғаннан кейін, құламай тұруды үйренгеннен кейін, денесін игеріп үйренгеннен кейін сіз оған әртүрлі нейро ойындар қосып заданиені қиындатсаңыздар болады. Мысалы, қандай да бір мягкий игрушканы, жұмсақ допты бір нәрсені лақтырсаңыз, бала қағып алатындай. Бірінші ол нәрсені тегіс жерде үйретіп алсаңыздар болады, именно қағып алу функциясын, иә. Бала қағып алуды игеріп үйреніп алғаннан кейін уже мынаның үстіне қосып үйретесіз. 5 жастан жоғары балаға уже бұның үстінде бір аяқпен тұруды үйретсеңіз болады. Бұндай нәрсенің үстіне тіпті отыруға болады. Мына жақта отырып, бала жыбырлақ балалар, отыра алмайтын балаларға отырып ойнайтын бір нәрселер берген кезде осындай нәрселерге отырғызып қойып тапсырмалар берсеңіздер болады. Тактильді жүйені дамытуға және де вестибулярный аппаратты балансты дамытуға көмектесетін ойындардың бірі. Одан кейін үйде міндетті түрде скакалка болу керек. Бала секіре алмайды. Көп жағдайда балалар секіре алмай жатады. 2 аяқпен секірсін, одан кейін 1 аяқпен секірсін, міндетті түрде скакалканың болғаны жақсы. Диагностикадағы байқайтыным, бір линияның бойымен балалар құлап қалмай жүре алмайды. Оны далаға шыққан кезде бордюр, бірдеңелердің үстінде жүргізуді үйрететін болсаңыз, үйде линияны жіңішкерте беруге болады. Бізде қазір осындай дорожкалар бар. Бірнешеуін қатарынан тұрғызып қойып, балаларды үстінен жүргіземіз. Соның өзінде де балаларға ол қиындық туғызып жатады. Балалар екі жанына құлап кетіп жатады, немесе кейбіреулерінде қорқыныш болады. Және де мынау бізде көріп тұрсаңыздар, осындай дугообразный, яғни мына жағымен мінген кезде басқаша болады балада, түскен кезде басқаша ощущение болады. Және де мына жағын балансир ретінде де қолдануға болады. Тегіс жерде жүрген бір бөлек ощущение береді, жоғарға көтерілу басқаша, төменге түсу басқаша. Сондықтан сондай бір биік, төмен жерлер болатын болса, міндетті түрде ол жерлерден айналып өтпей, сол жерлерден балаларды өткізуге тырысыңыздар. Және де бізде горка бар, горканың үстінен мен Мансұрды жорғалап еңбектеп жүрген күннің өзінде де жоғары қарай еңбектетіп, төмен қарай еңбектетіп, сол ощущенияларды беретін едім. Бұл баланың балансын, яғни денесін икемді пайдалануға үйретеді. Әрбір бұлшық еттерін икемді пайдалануға үйретеді. Сондықтан осындай физикалық жаттығуларды да балалардың күн тәртібіне енгізіп тұрсаңыздар болады. Және де біздің балаларымыз қазір үйдің ішінде теп-тегіс ламинатта жүреді. Балаларда табиғатпен байланыс жоқ. Әртүрлі тастардың, шөптердің, құмдардың үстінен олар жүре алмайды. Сондықтан осындай ортопедический ковриктарыңыз үйде болғаны жақсы. Енді мынау мендегі Германиядағы Гонш фирмасының құрылғысы. Бұл мен орталыққа арнайы сол жақтан алдырған болатынмын, бірақ осы фирманы алу шарт емес. Кез келген ортоковриктарды алсаңыздар болады. Wildberries'да, Каспийде қазір толып тұр. Табанымыздағы әртүрлі точкаларға стимуляция жасап, мен осындай ортоковриктарда бізде 4-3-тілер де бар. Үйдегі арнайы алған, оның барлығын мен дорожканың орнына коридорға толтырып тастайтын. Өйткені біз через коридор өтеміз ғой, әрбір бөлмеге, кухняға барсақ та, басқаға барсақ та, уборныйға барсақ та. Сондықтан сол жерден барлығының жүретін жері сол жер болғаннан кейін мен соған жайып тастайтын. Постоянно өткен кезде сол жерден өтетіндей қалып.
Қазір кішкентай баламыз бар, сондықтан өйтіп жолға тастамаймын, ол жүріп үйреніп жүр, сондықтан сүрініп құлайды. Біз оны арнайы спортпен айналысатын уақытымызда құрамыз, сол жерде жүреміз, сосын жинап алып тастаймыз. Содан кейін бізде осындай нәрсе бар, бұл йогамен айналысатын, тренировкамен айналысатын әйел адамдардың барлығында да бар шығар. Бұның енді диаметрлері әртүрлі түрлері болады, жіңішкелеу, қатты, жұмсақ деген сияқты. Мына енді бізде кішкене жұмсақтау түрі, имеется в виду именно осы сыртындағы материалы, жалпы ол қатты, бұның үстінде тұруға да болады, баланы тұрғызып жүргізуге де болады. Алақанмен басқызып түрлі ойындар ойнатсаңыздар болады. Мысалы қойып қоясыздар да, алақанмен әрі итеріп, бері итеріп, оқтау секілді қылып ойнатуға да болады. Балаларға ішіне заттарды салғызып ойнатуға болады. Бұның үстіне жатуға да болады. Аяқтың астына салып оқтау сияқты тоже жасасаңыздар болады. Қолдарына жасасаңыздар болады, арқасына жасасаңыздар болады. Мына жерде мынандай ойқышы бар, оны омыртқаның тұсына салады да, омыртқаға тиіспей арт жағына домалатып жасауға болады. Мына әсіресе ұзақ сабақта отырып келген подростықтарыңызға жұмыс жасасаңыздар болады. Мына иықтың тұсына да жасасаңыздар болады, өздеріңізге жасасаңыздар. Мен прям кешкісін осының үстіне басымды қойып, арқама салып, осылай жатқанды жақсы көремін. Әсіресе аналарға, декреттегі аналарға, фитболдағы допқа асылып, мына жерлеріңізді, қолдарыңызды демалтсаңыздар болады, кері арқаңызды шалқасынан жатсаңыздар болады. Арқамен жатқан кезде де мына арқаның мышцаларына разгрузка жасауымыз керек. Біз әрдайым баламыз қолымызда постоянно қолда жүреді, бізге қолға, иыққа қатты нагрузка түседі. Сондықтан осындай құрылғылар, тактильдік ковриктар, ортоковриктар және де фитболдар өте көмектеседі. Сондықтан аналарға да пайдалы. Мен осындайдың үстінде тіпті баланы ойнатқан кезде де оны отырғызып қоямын, кейде өзім отырам. Бұның өзі де біздің омыртқаға деген күшті түсірмеуге көмектеседі. Содан кейін бізде осындай шагайкалар бар, түрлі түстерді үйренуге қолданамын. Енді бұл тоже міндетті емес болуы, кез келген құрылғыларды пайдалануға. Бұл енді біз дорожка қылып төсеп қоямыз да, үстінде секіртеміз. Әрбір кружоктан біреуінен екіншісіне секіртеміз, және де балаларға бұны орталықта түстерді үйренуге қолданатынмын. Амина мен Фатимаға да қолдандым. Бұлар сол кезден бері келе жатырған менің алғашқы құралдарымның бірі. Ағылшын тілін үйренген кезде, ағылшын түстерін үйренген кезде қолданатынмын. Дөңгелекшелерді жерге тастаймын, сосын үстіне балаларға қызылға секір, сарыға секір, немесе оны ағылшынша айтамын, сөйтіп балалар секіретін. Жылдамдыққа ойнатсаңыздар болады. Сіз тез-тез айтқанда бала естіп соған секіру керек. Қолың қызылда, аяғың жасылда деген сияқты қылып тоже сондай ойындарды ойнатсаңыздар болады. Енді ойынды түрлендіре беруге болады. Олдың өзі жаңа нейро ойындарға жатады, түсіндіңіз ба? Енді мүмкін шагайка деп аталады. Бұл егер үйге қажет алып қоямын десеңіздер, алып қоюға болады. Бұл баланы секіртуге көмектесетін, жаңағыдай нейро ойындарды ойнауға көмектесетін құрылғылардың бірі. Фитбол, арка пеклері, басқа нәрселердің барлығы ол баланс, вестибулярный аппаратты дамытуға, жүйке жүйесін тынышталдыруға көмектесетін ойындардың бірі. Сондықтан сіздер енді соның барлығын емес, бір-бірден алсаңыздар болады. Ең бастысы түрде шведская стенка, фитбол, осындай ортопедический ковриктер, осындай балансир. Скакалка, доп, міндетті түрде топ. Доп енді бар шығар, доп қатты болмау керек. Кішкентай сәбилермен, мысалға 1 жастан 3-4 жасқа дейінгі балаларға ойнатуға сырты кәдімгі матадан тігілген, жастық сияқты матадан тігілген доптар қазір өте көп, тігіншілер жасап сатады. Ол өте күшті. Лақтырып қағып ал ойынын ойнап үйренуге, координация глаз руканы үйретуге күшті сол доптар. Өйткені балалар қатты доп ұшып келе жатқан кезде қорқыныш бар да, саусақтарын ауыртып алуға, кеудесін ауыртып алуға. Сондықтан балалар қорқып қашып, жаңа ұстай алмай сөйтіп жататынбыз. Көп жағдайда байқаймыз. Или ондай алмасаңыз, кәдімгі үрілетін, жаңа суда ойнауға арналған ойын доптар бар ғой, сондайды қолдансаңыздар болады. Ол балаға жұмсақ әрі жеңіл. Кесарьмен туылған балаларға проприоцепциялық сенсорлық жүйесіне нагрузка дұрыс берілмейді. Сондықтан оларды көбінесе қысу, басу деген сияқты ойындарды, массаждарды көбірек жасауға кеңес беремін мен всегда. Тағы да бір осындай құпия ақпаратты беріп жатырмын сіздерге. Проприоцепцияға көбірек жұмыстар жасау керек, оның пайдасы өте көп. Егер ол жақта пробел болатын болса, если ол сенсорлық жүйе страдать ететін болса, онда адамдар агрессияға тез бейімделгіш, концентрация вниманиесі дұрыс сақталмайтын, СДВГ сияқты, гиперактивность сияқты проблемалар көрініс беріп жатады. Сондықтан
пропрioцепцияға көңіл береміз. Ал егер балаларыңыз кесарьмен дүниеге келетін болса, онда оларға міндетті түрде пропрioцепциямен көп жұмыс жасау керек. Оған қандай ойын? Оған кішкентай ғана осындай жастықты бір-бірімен соғып құлатып ойнатып болады. Жаңағыдай бір линияны жіппен болсын, халаттың белбеуі болсын, линия жасап қоямыз, или даже ламинат болатын болса, қазір арнайы скотчтар жасалады, дорожка, жолдар жасауға машина ойнап жүргізеді. Сондай скотчты жабыстырып, олар оңай алынады. Сол аяғын оң аяғын алға, сол аяғын артқа, немесе керісінше кезектестіріп қойып қоямыз. Балалар осындай бір линияда тұра алмайды аяғымен. Олда да баланстың әлсіздігінде. Сондай линияда тұрғызып, балалар бір-бірімен көпшікпен жаңағы линиядан біреу құлап шығып кеткенше сондай ойындар ойнатсаңыздар болады. Бұл бір жағынан веселье, бір жағынан пропрioцепцияға әсер ететін күшті жаттығулардың бірі. Немесе мына жағынан бір адам итеріп тұрады, ар жағынан бір адам итереді. Сол тоже да жаңағы линиядан ары қарай асырып шығарып жіберу керек. Сондай сияқты ойындарды ойнатсаңыздар болады. Немесе мына жерінен былай қарай шарфты немесе орамалды, жаялықты бір нәрсені орайды, мына жерге салып алады да, қолының астынан өткізеді. И сосын сіз артында ұстап тұрасыз, бала сізден алға қарай жылжып өтіп кету керек. Тоже линия қойып қойған, линиядан өтіп кетеді. Ал сіз оны барынша қатты тартасыз, ол барынша күшімен алға қарай өтіп кету керек. Мінекей осындай ойындар, бұлшықетке әсер ететін осындай ойындар өте жақсы көмектеседі. Жиналып қалған стрессті снимать етуге көмектеседі, агрессияны төмендетуге көмектеседі. Неде туннельдер, арнайы туннельдер сатылады, соның ішінен еңбектеп әрі бері өтіп те ойнауға болады. Алмай қойсаңыздар да болады. Көрпелерден, жастықтардан туннельдер жасап тастап, соның ішінен өтудің өзі де осы пропрioцепция системаға күшті ойындардың бірі. Құрметті достар, сіздерге осындай барынша пайдалы ақпарат беруге тырыстым. Менің парақшама тіркеліп қойыңыздар, кері байланыс беріп қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Тағы да қандай қызықты тақырыптар қызықтырады, сол туралы төменде комментарийда айта кетсеңіздер болады. Керемет тақырыптарда видеолар салатын боламын. Жіберіп алмас үшін, біріншілердің бірі болып тыңдау үшін менің парақшама тіркеліп қойыңыз, колокольчикті белгілеп қойыңыз. Баршаларыңызға, қолдауларыңызға көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.